Егерде мен бай болсам. Жагдиша, бізге бір 4 піл керек болды ғой. Сүндет тойға, иә. Жылқымен шығады ғой. Жылқының астынан көтеріп тұратын 4 пілше. Биг ресторан әуем ғой. Әні мына теңізді бар ғой. Сәл бер қарай тракторасындар ғой. Бүйтіп қараған кезде дұрыс көрінбей тұрмағанша трактормен қазасындар ма? Олай істей алмаймыз ғой. Істемейсіңдер ма? Ойда организатор бір ұйымдастырып. Істейміз. Әбетке не бар әбетке? Ой, пияз-миязды қоя тұршы. Бетші сен кенгурудың қалтасына майда жыланның жұмыртқаларын араластырып қорып алып кеш. Енді заряд өліп болды. Зарядчик бар ма? Жоқ, ұмытып кетіппіз оны. Тастай сал. Сатып алып келіңдерші новый MacBook заряд барын. Сурмада бар ма или тағы 2-3 ноутбук бар еді ғой? Шакира қақта қазір? Ой, Испанияда шығар. Ол қазір қартайып болды ғой. Кемпір болды ғой. Шақырыңдаршы сонда келіп астыған кемпір. Лока деп жіберсе. Пике жібермейді ғой. Пикесімен бірге шақыршы, пикенің қасына отырыңыз. Шақыр. Охранник родной. Тамыр сенде анау. Бензема дейтін соның видеосы бар ма? Кеше бір жерден көрдім де таппай қалдым. Бірақ машина қоюға болмайды. Ұрсат бізге басқа ұрсат. Кәсіпе айтып жерсе бауырым. Кәсіп 802. Кәдімгідей күзетпін десе? Ма десе. Өзгеріп әйтеуір жан жақтың бәрі движение болып, еще 5 маусым референдум деп өзгеріп жатыр. Не бар референдум дейді? Референдум не екен білмейсің бе? Жоқ. Бар Google-да ашып қара. Заң бәрі өзгеріп жатыр ғой, сен жүрсің. Бар қара бар. Какая здоровье. Қалайсың деп жатырмын ғой енді. Ой, білеміз бізде орысша. Ауылға нотариус деген сөз мен алып келген жоқпын ба? Концерт, шоу, моу жатыр да. Қыздар мас болып шықса, бастықтан сұранамын да, біреуін ұстап алайын деп тұрсың ғой, рәтші? Жатпайсың да? Движение, сындырып сөйлесіп қандай стақай. Оны қала беретін досың. Сущняк шекші, бір? Асқар жасалып келеді негізі ғой, ақ көңіл жігіт ғой негізі. Жылдан мініп түседі ғой, білесің ба? Риза боламын ше негізі. Каспиге жіберсеңдерші өзім алқы. Өзінің ақшасы көп қойшы, достарына андай көмектесер сонда ғой. Жібермей ақ қойшы. Бірақ беш. Бірақ шықты. Сен спортиксің ғой? Денсаулығың мықты ғой сен. Зиян ғой просто. Сен шекпей ақ қойшы. Зиян ғой, не аламын. Болды ма? Өзің бір сей барсың. Қарны ашып кетті, бірден жеу керек еді. Негізі асқар тамаш. Жаман дәмді пісіреді ғой. Қолыңды жеп қоясың ғой, асқардың тамағын жеп көргесің бе сен? Жоқ. Пиязын ашып берсеңді сөзін пісірейін. Негізі үстіңде киім сәл тарма саған, Мынау ма? Қойшы, беш киіп көрейші. Жақсы кетті. Саған футболка әдемі жасады, негізі андай денеңді ашып тұрады. Бешіп жүре берсем де. Отырайсың. Бастықтар артына отырады, білесің ба? Алдына отырады, ақша төлейтіндер сондайлар отыр, шоферлар. Артына отырсың. Бастықпын ғой? Бастықсың ғой? Артына отырады. Бірақ сен айжанмен сөйлесесің ба? Жүрейін деп отыр. Ол пайыз саған недостойны ғой. Одан да әдемі қыздар жетеді ғой, брат. Не аласың? Номер маған бере сал. Мен өзім сөйлесіп жүріп алып екеуің араңды алшақтатып жіберемін да өзімше. Недостойны ғой? Недостойны номеріне 8 700 қанша? Не мебелсің ба не, ең шамал жинап жүрсейші? Ренжіме. Ренжитін мен сенің қызың бедім не? Басылыңшы кішкене жайлап. Не жай қоятын мен не, пультсің ба не? Серьезно, ренжімеші, брат. Брат дейтіндей маған не, бір жерде мен үшін тұрып беріп пең не? Братан. Маған братан дейтіндей менің теплотамды алып бедің не? Тош, брат, мен саған түсіндірейін. Түсіндіретін алгебра сабағының мұғалімсің ба не? Брат, қойшы. Не, қойшы дейтіндей қойшы көріп тұрсың ба не? Болды, брат, мен кете берейін, ема? Мен сені ұстап тұрмын ба не? Болды, шашат жүр не, шаңыраққа қарасайшы. Шаңырақ дейтіндей киіз үйдің ішіндесің ба не? Арада 2 сағат өтті. Не, дейтін не? Ауа жетпей жатыр ма не? Вайның соңғы дейтіндей сериал түсіріп жатсың ба не? Сенің ауылдан келген досың. Адной мынау не? Домофон ғой. Үйге біреуін ақ қою керек екен, түсірбаш мен ше. Ауылға барып ағайындарға көрсетейін қарайшы. Братан, айын. Аяғым отпасы жынсың ба? Чу? Қазаман енді сонша. Мына жақта иттер жүретін арнайы жер бар екен. Біз жақта адам жүретін жер жоқ қой, Родной. Родной? Шынымен Роналдолар осы жерде дайындала ма? Дем Роналдо, бәрі осы жерден алды. Анадолда тұрады өзі. Қош? Bir aylık bisikletim. Çok asıl. Neyim var?
А? Ең бар жынсыз милиция шақырып бақта Бір бутиктан 50 мыңға аяқ киім көргенсің ғой. Нормально. Қонбаш ауылдан 20 аяқ киім ала алмаймын ба? Шлепкамен бардың ба мегацентрге? Қуасың ба, жынсың ба? Ұрады мен кім танып жатыр дейсің қалада. Мені бәле ұрадының орыстар көп ба бір нәрсе ба. Кішкентай ауылдарға дейін орыс қой. Бәрін білетін родной ғой, короче. Макстың четырнашқы соның артына кім? Қара четырнашка ма? Кімнің, братан? Танымайсың ба? Отырып шыққан братан ғой. Недавно шықты ғой. Братан, Айгүл дейтін қыз бар ғой, жақта дуалда. Сонымен жүрейін деп жатырмын, что-то. Сөйлеспей ақ қойшы. Неге? Брат, не стоит сөйлеспей ақ қойшы, просто. Айтсын неге бір нәрсесі бар ма? Брат, просто заблокировать етіп тасташы, и все. Брат, Қайсар бар ғой, Қайсар. 5 миллионға машина алып алыпты ғой. Просто ол 5 миллионға аған жоқ деймін. Мен 3-8-ге дәл соны колесодан көргем. Брат, Айжан бар ғой. Резко көтеріліп кетті ғой, ән айтып жүр. Айжан ба? Еңбектеніп ше. Брат, ол массон ғой. Массон? Бәсе бүйтіп суретке түсетін болған ғой. Дастан ше өзіміздің. Үйленейін деп жатыр ғой, прикинь. Брат, ол залетпен ғой. Қумаш брат, өзін жүріп жүрген қыз ғой. Брат, мен свече жағып тұрған шығармын. Қайқа свече жақтым? Ана туған күнінде торттың үстіне свече жағып апарып бердім. Онда залет болу мүмкін. Let's go. Роднойсында талда баллон өсе ма? Ой, бля. Өспей ма? Жапсып қалған ба? Үйтіп тұра ма? Қимылдай ма? Тал өзі шығарған ба баллон? Енді талдың 4 дөңгелегі бар ма? Талдың моторы да бар ғой, Талды ескейді. Райондағы братандар Турцияда. Аяқтың жаңбырлардың өзі андай бүлірім деп жауама ұрғалы ғой, Бүлірім? Қылма сақал араласып жауама андай. Братан, ана Дениз, Мелих дейтіндер ана көшеде тұрады дейді ғой. Қош? Бар, Дениздің соңғы серияларын көріп қайтақ қой, жуай. Брачки бар, ыстық шай алып алып. Кейін артына барып, жақсы адамдарым деген музыканы тыңдап отыратын болып. Қалай, братан, Полат Алимдарға қысап тұрмын ба? Пальтоң қысайды, бірақ түрің құшшы болып тұр ма, Юсуфтаға кеттеріп басшы. Қош, братан. Брачки ойлап қойғанда, құрт жүре бермей, донер ашып алу керек еді дейтін тема осы жақтан шыққан сияқты. Нәқтің бәрі донер ғой. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Стройканы шашатын роднойың. Факты қаншадан алдың? 150-ден алдым. 150-ден? Қымбаттылық боласың. Көшенің басында Маратта ғой, жерде сол үйінде сондай шырақтармен қалады ғой. 50 теңгеден алдық, 10 теңгеден қалады ғой, кәм. Оқтай бар. Айтпайсың сен? Бір рет жұмыста балдардың бәрі қайтып кеткен ғой. Давайындар бара беріңдер деп отырсам, бір КамАЗ цемент келе ғой. Кешке дейін бір өзім түсірем ғой. Белің ауыр. Мына жерім қалың цемент болып қалған ғой. Тас болып кіргенсің ғой. Үйге кіріш арайын қандай дұрыс? Бір жаппа, екі жаппа қандай? Екі жаппа. Екі жаппа ма? Ана черепицалар бар да, қаңылтырлар бар. Біз ана мектептің сыртын қаңылтырмен жаптық қой, төбесін полный. Бірақ ұшып кетіп жатыр олар ше қазір. Черепица дұрыс. Черепица дұрыс қой негізі. Әлімжан бар ғой кластасың. Үйдің крышасын жауып жатамыз да, иығынан цемент түсіріп аламын ғой, короче, көтеріп қояды. Астында ит жатыр екен, итін өлтіріп аласың ғой. Алабай иті бар еді ғой. Мә, братан, қолың мазөл болып кетті ғой. Қара жұмыс қой. Қатып қалған ғой, мынау ше. Любой қол күресін алып қоясың ғой. Сіңген тас қой. Тас қол дейді ауылда. Тас қол дейді біреулер. Тас ол шықын кетті дейді. Егер де біз шейх болсақ, Альманас, кешке босымын бір жерге барып қайту керек еді. Қайда? Автосалонға барып, бір автосалон сатып алу керек еді. Мәлік шейх дестің бе? Не болды? Анау жағдай түсіп, нашарлап кедейленіп кетті ғой. Не болды оған? Кешегі мініп жүрген Ламборджини бүгін де мініп жүр дейді. Әйелім айтады кеше. Бурдж Халифаның төбесіне шығып Дубайға қарайық дейді. Сөйтіп, Дубай алақандағыдай көрінеді деймін. Бір бәле дейді. Бізде мұнай бар, газ бар. Пайда біз қазақтар сияқты өмір сүруіміз керек қой. қалай ол? Экономдап сәл ше. Нені мынан бәрін сауыт, басың айналады. Ауру халықтың қазір. Мойындары өйтіп. Үшінші әйел алдың ба медет шейх? Жосон, әлі алмай отырмыз. Ертерек тоқал алып қал, жасың 23-тен асты, ертең таңдап жүріп қаласың. Бөле.